2024 жылы тамыз айында Қазақстан бокс федерациясының президенті Шахмурат Муталип Қазақстан бокс ұлттық құрамасының тізгінін алыңыз деп шақырды. Содан бері міне 1,5 жыл бірге жұмыс атқардық. Қолдан келген біліктілігімізді, көп жылдық тәжірибемізді салып жұмыс атқардық. Сол жылдар арасында өте үлкен жетістіктерге жеттік деп ойлаймын. Енді келесі жыл, биылғы жыл 26 жыл жауапты жыл. Наурыз айында Азия чемпионаты өтеді. Содан кейін әлем кубогының кезеңдері бар, бірінші, екінші, үшінші кезеңдері бар. Енді ең үлкен жарысымыз ол сентябрь қыркүйек айында өтетін Азия ойындары. Алла қаласа, жәнегі бауырларымыз сол жарыста алтыннан алқа тағып, командалық есепте бірінші орын алады деген ойдамын. Бауырларыма сенемін. Бокс федерациясының ұжымына, бүкіл қазақ жанкүйерлеріне үлкен рахмет. Алла қаласа, біздің бауырларымыз алатын белестері көп, сол белестердің бәрін бағындырады деген ойдамыз. Көк туымыз биіктен көріне берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Өзіңіз бокстан алыс кетпейді деп естідік, рас па? Иә, Алла қаласа. Қалай кетеміз? Енді мұнда Алла қаласа осы ұлттық құрамада как советник ретінде бірге жұмыс істейміз. Балалармен бірге, тренер штабпен бірге көмектесеміз. Бәріміз бірге жұмыс атқарамыз.